Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңдарын түсіндіру тақырыбында алаңыздың спикерлерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Беседа Қарамхан Төлеуғалиұлы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті басшысының қызметін атқарушы және Машинов Руслан Шамшадинұлы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары. Алаңызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Қазақстан Төлеуғалиұлы сізге. Құрметті әріптестер, журналистер, өздеріңіз білесіздер, қазір елімізде мемлекет басшысының бастамасымен саяси өзгерістер жүруде. Соның айтулысы конституциялық реформалар жөнінде сөзсіз. Жалпы ұлттық референдумда көпшілік дауыспен конституциямыз қабылданды. Кеше ғана президент 6 негізгі конституциялық заңнамаға қол қойды. Конституциялық өзгерістердің негізгі бөлігі мемлекет басқаруды жаңғырту, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдіктерді кеңейтуге бағытталған. Мемлекеттік қызмет саласында да конституциялық өзгерістер талабына сәйкестендіруді қажет етеді. Бұл ретте мемлекеттік қызмет туралы заңнамасы президенттің 2024 жылғы 17 шілдедегі нөмірі 602 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында бекітілген мемлекеттік қызметті дамытудың негізгі бағыттарын іске асыруға бағытталған. Парламент талқылауынан шыққан жаңа мемлекеттік қызмет туралы заңға осы аптада президенттің қол қойылды. Осы себепті өздеріңізге негізгі өзгерістерді жеткізу үшін кездесіп отырмыз. Жаңа редакциядағы заңның негізгі бағыттарының бірі азаматтармен өзара іс-қимылдың клиентке бағдарланған сервистік моделіне көшу, сондай-ақ мемлекеттік аппараттың кәсібилігін арттыру және кадрлық процестерді цифрландыру. Жаңа заңның негізгі түйіні мемлекет басшысы белгілеп берген мемлекеттің халықпен өзара іс-қимылын құрудағы адамдарға бағдарланған адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін, ең алдымен адамдар деген іргелі қағидаттарға негізделген. Жалпы көптеген жылдар бойы мемлекеттік қызметті заңнамалық реттеу тек еңбек қатынастары шеңберінде шектеліп келді, яғни көбіне көп мемлекеттік қызметке кіру, өткеру және тоқтату нормаларын қамтыды. Мемлекеттік қызметшілердің миссиясы, қызметтің мәні және міндеттері құқықтық тұрғыда айқындалмады. Мемлекеттік қызмет туралы заңның жаңа редакциясы осы олқылықты жойып, мемлекеттік қызметтің ұлттық басымдықтары жүзеге асырудың негізгі институты ретіндегі мақсатын нақты бекітеді. Осы мақсатта заңда мемлекеттік қызметтің мақсаты мен оның өткеру негіздері, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге және олардың лауазымдық міндеттеріне қойылатын талаптарды бекіту көзделген. Олардың қатарында қазақстандық патриотизм, кәсібилік, клиентке бағдарлану, мінсіз бедел, құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік секілді талаптар бар. Осы ретте мінсіз бедел ұғымының заңнамалық тұрғыдан бекітілуі мемлекеттік қызметшілердің парасаттылығы мен әдептілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге арналған. Яғни мемлекеттік қызметші немесе мемлекеттік қызметке орналасқан үміткер жеке әдептілік және кәсіби қасиеттер жиынтығын қамтитын талаптарға сай болуы керек. Жаңа жоғарыда айттым, заң мемлекеттік қызметшілердің клиентке бағдарланған мінез-құлық моделін енгізуді көздейді. Ол мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекет алдында тұрған міндеттерді тиімді орындауға бағытталған. Бұл ретте қолданыстағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы заңға да өзгерістер енгізілуде. Атап айтсақ, заңның атауы өзгеріп, оған мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер атауы берілді. Енді бұл өзгерістердің қатарында мысалы формальды негіздер бойынша өтініштерді қараудан бас тартуға жол бермеуді қарайды негізгі бағыты. Мысалы бұрын қызмет алушылар тарапынан бір ақпаратта ұсынылған құжаттарда сәйкестік болса, қызмет көрсетушілер сол формальды негізбен көбіне көп бас тартады. Енді қызмет алушыларға осы сәйкестіктерді құжаттардағы жаңағыдай кейбір қателіктерді түзеуге мүмкіндік беріп, уақыт беріп, содан кейін барып қызметті көрсетуге жаңағыдай қол жеткізуге болады. Және азаматтарға өтінішсіз қызмет көрсету. Мысалы қазіргі таңда 38 қызмет түрі қызмет алушының қатысуынсыз жүзеге асуда.
Енді мына жаңа заңға енгізілген өзгеріс бойынша осы қызмет түрлерін әрі қарай кеңейту қарастырылуда. Және тағы бір өзгеріс бұл қызмет көрсету орындарына қол жеткізу. Яғни азаматтардың тұрғылықты жеріне байланыссыз қызмет көрсету мүмкіндігі енгізіледі. Және бір өтінішпен бірнеше қызмет көрсету, практикалық қызмет көрсету деп аталады. Яғни азамат белгілі бір жағдайда бір өтініш беру арқылы бірнеше мемлекеттік органнан жаңағыдай қызмет алу мүмкіндігіне қол жеткізеді. Атап өту керек, жалпы қабылданған мемлекеттік қызмет туралы заңда жеке және заңды тұлғалардың құқықтарының, бостандықтарының және заңды мүдделерінің бұзылуына жол бермеу деген міндет көп қойылған. Мемлекет басшысы Аманат партиясы ұйымдастырған ауыл әкімдерінің диалог алаңында мемлекеттік қызмет жүйесіндегі олардың мәртебесін жан-жақты пысықтауды тапсырған болатын. Осыған орай заңда сайланатын лауазымды тұлғаларды мемлекеттік қызметшілердің бөлек санатына жатқызу қарастырылған. Осы санаттағы қызметшілердің, яғни ауыл әкімдерінің құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы курстар бойынша оқыту тәртібі белгіленеді. Олар ротациядан, уақытша басқа орынға жіберуден және тәлімгерліктен босатылады. Оларда теріс қылықтар үшін қызметтен босату тек мәслихат шешімімен жүзеге асырылатын болады. Енді заңда мынау жаңа кадрлық саясаттың жаңа стандарттарды қалыптастыру көзделген. Соның ішінде мынау жас әрі талантты мамандарды мемлекеттік қызметке тарту бойынша даярлау институтын енгізу қарастырылған. Жалпы бұл жұмыстар қазіргі таңда басталды. Атап айтсақ, бүгінгі таңда департамент облыс әкімдігімен бірлесіп, өңіріміздің орта мектептерінде жас мемлекеттік қызметші мектептерін ашуды қолға алды. Биылғы оқу жылында қаламыздағы нөмір 80-ші мектебіміз пилоттық жоба ретінде таңдалып, 10-11 сыныптың оқушыларын мемлекеттік қызметтің негіздерімен таныстыру жүргізілуде. Келесі оқу жылынан бастап білім басқармасымен бірлесіп, өңірдің барлық мектептерінде жас қызметшілер мектебі ашылатын болады. Бұдан өзге жоғары оқу орындарының соңғы курс студенттері мемлекеттік қызметке дайындау, бағдарлау мақсатында Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университет базасында соңғы 10 жыл көлемінде мемлекеттік қызметші мектебі нәтижелі жұмыс жасауда. Бүгінгі күні мектептің түлектері өңіріміздің мемлекеттік қызметінде нәтижелі жұмыс жасауда және олардың қатарында мысалы басшылық лауазымда қызмет етіп жүрген тұлғаларымыз бар. Енді маңызды жаңашылдықтардың бірі мемлекеттік қызметке кірудің мансаптық үлгісінен гибридтік үлгісіне көшу. Яғни бұрын үміткер алдымен төменгі лауазымға келіп біртіндеп іштен өсуге мүмкіндік алса, енді жаңа үлгі бойынша мансаптық өсуден бөлек басшылық лауазымдарға сырттан тәжірибелі мамандарды бірден қабылдау мүмкіндігі беріледі. Бұл мемлекеттік қызметті одан әрі кәсібилендіруге бағытталған. Сонымен қатар маңызды өзгеріс e-қызмет цифрлық жүйесі арқылы мемлекеттік қызметке іріктеуді толық цифрлық форматқа көшіру. Оның тиімділігін ескере отырып, енді кадрларды іріктеу және басқару толықтай цифрлық форматқа көшіріледі. Бұл ашықтықты және үміткерлердің мемлекеттік қызметке барлық салалардан келуін қамтамасыз етеді. Қазір мемлекеттік қызметке келу 5-7 күнге қысқарды, бұрын кем дегенде 20 күн бір ай мерзім жұмсалатын. Сонымен қатар түрлі заңсыз әрекеттерге жол беру мүмкіндігі толықтай жойылды деп айтуға болады. Конкурсқа құжат тапсырған үміткерлерді бөлу мүмкін емес, барлығына тең мүмкіндік берілген. Шешім автоматты түрде конкурс кезеңдерінде жоғары балл жинақтаған үміткерлерді таңдау арқылы жүйеде қабылданады. Егер лауазым 3 айдан артық бос болса, e-қызмет жүйесінде автоматты түрде конкурс жарияланады және уақытша бос орындарға конкурссыз қабылдауға мүмкіндік беріледі. Енді жалпы бұл конкурс жүйесінде өзгерісті жалпы мемлекеттік қызметті кәсіби, жедел, икемді, ашық болуға әкеледі деп жоспарлануда. Заңмен дарынды әрі білікті мамандар үшін мемлекеттік қызметтің тартымдылығын арттыру шаралары айқындалған. Атап айтқанда, заңда бір лауазым шеңберінде көлденең мансаптық өсудің тетігін енгізу көзделген. Ол бір корпусы мемлекеттік қызметшілер үшін олардың лауазымдық жалақысының мөлшері тәуелді болатын лауазымдық деңгейді белгілеуді қарастырады. Бір сөзбен айтқанда, бір лауазымды иемденіп отырған мамандар өзінің бекітілген заңмен бекітілген талаптар негізінде өзінің біліктілігін, білімділігін көрсету арқылы түрлі жалақы алу
жобасы қызметтік ауысымдар кезінде кепілдіктерді бекітіп, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда басшылық лауазымдағы кейбір тұлғалар белгілі бір уақыт өткеннен кейін ротациялауға жатады. Осы ротацияға жатқан азаматтарды тұрғын үйлермен қамтамасыз ету, тұрғын үй төлемдерімен қамтамасыз ету және бір елді мекеннен екінші елді мекенге көшкен кезде олардың шығындарын өтеу бағытында осындай заңнамалық өзгерістер қарастырылған. Заң мен тәртіптік жазаларын қолдану мерзімдері олардың ауырлығына қарай ажыратылған, жауаптылықты жеңілдететін, ауырлататын және жоққа шығаратын мәселелерді бір мезгілде ескеруге мүмкіндік беретін негіздер айқындалған. Яғни бұрынғыдай барлық құқық бұзушылықтарға бірдей жауапкершілік қаралса, қазір сол бұзушылықтың орын алу себебі сараланады. Жеңілдететін жағдай болса, жауапкершілікке тартылмауы мүмкін. Мысалы, егер мемлекеттік қызметшінің белгілі бір жағдайда адам өміріне, денсаулығына, құқықтары мен мүдделеріне, мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қауіп төндіретін сәтте басқа шешім қабылдайтын мүмкіндік жоқ, заңға сыйымсыз шешім қабылдау қажет болса, кейін оған сәйкесінше баға берілетін болады. Сонымен қатар, тәртіптік жазалармен қатар қосымша құқықтық ықпал ету шаралары қарастырылған. Олардың қатарында бұрын заңда болмаған профилактикалық әңгіме, құзыреттерді тексеру және мемлекеттік қызметшілік қызметіндегі бұзушылықтардың алдын алуға және жоюға бағытталған өзге де шаралар жатқызылған. Сонымен қатар тәртіптік жазаның қолдану мерзімдері олардың ауырлығына қарай ажыратылатын болады. Мысалы, бұрын тәртіптік жазаға тартылған мемлекеттік қызметшінің тәртіптік жазасын қолдану мерзімі барлығына 6 ай болатын болса, ендігі алдағы уақытта мысалы ескерту түріндегі тәртіптік жауапкершілікке 2 ай, сөгіске 3 ай, қатаң сөгіске 4 ай және одан қатаң түріндегі жауапкершілікке 6 ай мерзім бекітілген. Керісінше кейбір әрекеттер үшін жауапкершілік күшейтіледі. Заңда мемлекеттік қызметшілердің есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтары мен прекурсорларын заңсыз тұтынуын анықтау және алдын алу мақсатында міндетті медициналық куәландыру белгіленеді. Егер қызметші одан өтуге бас тартатын болса, бұл қызметшіні қызметтен босатуға негіз болып саналады. Заңда құқық бұзушылықтардың алдын алуға ерекше мән берілген. Мемлекеттік органдарда құқық бұзушылықтардың алдын алу және мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау мақсатында арнайы алдын алу қызметтері құрылады. Егер сіздер білетін болсаңыздар, қазір мемлекеттік органдарда әдеп жөніндегі уәкілдер жұмыс жасайды. Міне сол әдеп жөніндегі уәкілдердің орнына енді құқық бұзушылықтың алдын алу қызметі құрылатын болады. Сол әдеп жөніндегі уәкілдер осы қызметті басқаратын болады. Бұл талап негізі Гренко ұсынымдарының бірі болып табылады. Осыған сәйкес агенттік осындай шешім қабылдады. Сонымен қатар мынау құқық бұзушылық қызметін құру персоналды басқару қызметіне жаңа стратегиялық мүмкіндік беруге қарастырылған. Себебі қазіргі таңда мемлекеттік органдардағы персоналды басқару қызметтері мемлекеттік қызметке алу, оны өткеру, сонымен қатар тәртіптік жауапкершілік мәселесін қарайды. Сондықтан да кейбір шешімдер тиісті дәрежеде қабылданбауы мүмкін. Яғни біздер осы персоналды басқару қызметтерімен бұзушылықтың алдын алу қызметтерін бөлу арқылы осындай екі қызметке де жаңа міндеттер жүктейтін боламыз. Енді жалпы құрметті әріптестер, жаңағы мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға енгізілген негізгі өзгерістер осы. Сәйкесінше басқа да заңдарға өзгеріс енгізілді. Еңбек кодексіне, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексіне, тұрғын үй қатынастары, білім, құқық қорғау қызметі, мемлекеттік мүлік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және басқа да заңдарға өзгертулер енгізілді. Енді алдағы уақытта заңға тәуелді құқықтар қабылдануы тиіс. Олардың қатарында президенттің жарлықтары, үкімет қаулылары және агенттік төрағасының бұйрықтары бар. Енді бұл заңға тәуелді құқықтық актілерді ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін қабылдану жоспарлануда. Осы құқықтық актілерде жаңағыда жоғарыда айтылған нормалар нақтыланатын болады. Егер қажет болса, алдағы уақытта осы құқықтық актілер қабылданғаннан кейін өздеріңізбен тағы да кездесіп, нақты ақпарат беруге дайынбыз. Рахмет, келесі кезекте Руслан Шамшанов.
Данный закон был принят в целях реализации основных направлений развития государственной службы, определенных концепций развития государственной службы Республики Казахстан на 2024-2029 год. Следует отметить, что одним из ключевых направлений нового редакции закона является переход к сервисной модели взаимодействия с гражданами, а также повышение профессионализма государственного аппарата и цифровизация кадрового процесса. На протяжении многих лет законодательное регулирование государственной службы ограничивалось только лишь в рамках трудовых отношений. Миссия, сущность службы и ее задачи не были четко определены с правовой точки зрения. Новая редакция закона о государственной службе устраняет данный пробел, четко закрепляет цель государственной службы как основного института реализации национальных приоритетов. В этих целях законом предусматривается закрепление цели государственной службы и основ ее прохождения, а также требования государственных служащих и их должностные обязанности. Вместе с тем, закон предусматривает внедрение модели клиентоориентированного поведения государственных служащих. Она направлена на обеспечение качества и доступности государственных услуг, а также на эффективное выполнение задач, стоящих перед государством. Ключевым ориентиром формируемой законодательной инициативы выступает обозначенный главой государства фундаментальный принцип не человек для государства, а государство для человека, отражающий человекоцентричный подход к построению взаимодействия государства с населением. Глава государства на диалоговой площадке Акимов СУ, организованной партией МАНА, поручил всесторонне проработать правовой статус в системе государственной службы. В этой связи законом предусматривается отнесение выборных должностей лиц к отдельной категории государственных служащих, так как вы знаете, что на сегодняшний день у нас политические есть и административные государственные служащие. С учетом особенностей правового статуса служащих данной категории устанавливается порядок обучения по специальным курсам. Также они освобождаются от ротации, временного направления в другой государственный орган и наставничества. И их увольнение за проступки осуществляется только по решению Маслихата. Особый статус выборных государственных служащих возлагает на них наряду с юридической ответственностью обязанность оправдывать доверие избирателей и быть ответственными перед ними. Также закон предусматривает формирование нового стандарта кадровой политики. В целях привлечения молодых и талантливых специалистов законом предусматривается внедрение института подготовки к поступлению на государственную службу. Он включает комплекс образовательных мероприятий, направленных на формирование и развитие компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения государственных функций. Данная работа будет охватывать молодежь, начиная со школьной скамьи и до высших учебных заведений. Одним из важных нововведений является также полный переход от ГУРа на государственную службу в цифровой формат через цифровую систему ЕХСН. С учетом ее эффективности теперь отбор и управление кадрами полностью перейдут в цифровой формат, что обеспечит прозрачность и приток кандидатов на государственную службу из всех сфер. Например, если должность будет оставаться вакантной более 3 месяцев, то система ЕХСН будет автоматически объявляться конкурсом. Кроме того, также следует отметить, что законом определены меры по повышению привлекательности государственной службы для талантливых и квалифицированных специалистов. В частности, законом предусматривается определение механизма горизонтального продвижения в рамках одной должности, предусматривающий установление для госслужащих должностного уровня, от которого будет зависеть размер их должностного оклада. Синхронизация системы оплаты труда с горизонтальным карьерным продвижением будет способствовать созданию дополнительных стимулов для профессионального роста в рамках одной должности, а также обеспечению институциональной памяти на государственной службе. Помимо этого, следует отметить, что проект закона закрепляет гарантии при служебных перемещениях, это передислокация госорганов, ротация, переводы. Законом предусматривается предоставление государственных служащих жилищных затрат, выплат объемного пособия, а также компенсация расходов на перевозку их имущества в случае перемещения по службе из одного населенного пункта в другой, либо передислокация государственного органа за пределы населенного пункта. В целях обеспечения кадровой мобильности предусматривается расширение возможностей занятия должностей корпуса путем перевода внутри государственного органа, а также в его ведомствах и территориальных подразделениях. Вместе с тем, нововведением также является то, что законом разграничено срок действия дисциплинарных взысканий в зависимости от их тяжести,
основания, позволяющие одновременно учитывать смягчающие, отягчающие и исключающие ответственность обстоятельства, а также дифференцировать правовые последствия. Поэтому дисциплинарным взысканием предусмотрены дополнительные меры правового воздействия. К их числу отнесены профилактические беседы, проверка компетенций, а также меры, направленные на предупреждение и устранение нарушений деятельности государственных служащих. Законом определены требования к медицинскому освидетельствованию государственных служащих с целью выявления и профилактики незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. В законе особое значение уделяется профилактике правонарушений. В государственных органах будут созданы специальные службы профилактики в целях предупреждения правонарушений и защиты прав государственных служащих. Руководство линии будут осуществлять уполномоченные по этике, в которых будут находиться подчинение агентства. Благодаря этому будет обеспечена независимость и объективность при разрешении трудовых споров, что положительно скажется на организационной структуре государственного аппарата. В свою очередь, в кадровую службу перейдут от формального администрирования к стратегическому управлению человеческим капиталом. В заключение хотелось бы отметить, что благоправный внесенный закон направлен на приведение его в соответствии с новой Конституцией Республики Казахстан. Кроме того, в целях реализации указанного закона в ближайшее время будут приняты подзаконные акты, которые будут регулироваться соответствующие нормативные требования к указанному закону. Сырттан басшылық қызметке сырттан адам агрегаттары бар ма? Қандай жағдайда келуі мүмкін? Бізде мамандар жетіспейтін салалар бар ма? Сондай қай салалар келуі мүмкін? Негізінен қазір байқасаңыздар, бізде тапсырмасы көп салаларда жасанды интеллект мемлекеттік қызметте осы жасанды интеллект енгізу цифровизацияны қарай жүру мақсатында көптеген IT салалардағы кәсіби мамандарды мемлекеттік қызметке тарту қазір қарқынды жүруде. Осындай медицина саласы болсын, басқа да салалар болсын, егер белгілі бір мемлекеттің алдында тұрған белгілі бір міндеттерді шешу үшін осындай кәсіби мамандарды, яғни бірден басшы лауазымға тағайындау мүмкіндігі беріледі. Жалпы облыста қанша мемлекеттік қызмет бар? Былтыр және биыл бүгінге дейін олар қандай тәртіптік әкімшілік қылмыстық жауапқа тартылды? Санын айта аласыздар? 4 мыңға жуық мемлекеттік қызметші бар. Нақты 2025 жылдың ақпараты бойынша былтыр 673 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Соның ішінде жергілікті атқарушы органдардың 478 қызметкері, мынау орталық мемлекеттік органдардың аумақтық департаменттерінің 195 қызметкері тәртіптік жауапкершілікке. Әкімшілік қылмыстық бар ма? Әкімшілік қылмыстық бойынша бізде бұндай статистика жүргізбейміз. Қылмыс бойынша бізде тәртіптік жауапкершілік болған. Жоқ, сіздер жалпы мемлекеттік қызметшілер туралы жауап бересіз. Сізге қосымша тап қазір ақпарат жоқ, қосымша берейін. Әкімшілік қылмыстық жауапкершілік. Әкімшілік бөлек қылмыстық. Жақсы келеміз. Басқа сұрақтар бар ма? Басқа сұрақ болмаса, баспасөз конференциясына қатысқандарыңызға